непорядочным назло. С миром живи, любимую люби огонь. Сегодня нам всем повезло, потому как звучит, потому как стучит бит радуга. Пусть окружает нас, наши дети, как солнце, сияют над нами откровенно. Мы желаем всем добра, давайте друг другу всегда. Қандай не бизнес бастаймыз бе? Иә, бизнес болғанда мен өзімде бизнес бар. Там қалада 4 тойхана, қаладағы бүкіл туалеттің бәрі менікі. Ойбай, туалет деп ол кеше. Давай то мен маған бер. Асхат, там осылай мынау бизнесің жалпы жақсы ма, өзіңе ұнай ма? Иә. Там өзек болғаннан кейін бәрі болады дейсің ғой. Иә. Базар жоқ. Нұлбе шұқлана бермеші. Асхат енді ренжімеші. Мұнда деген інім енді шаман досым қуатты бір ноқалай ғой, ноқалай. Не ғой? Давай тәшеміз да. Асхат, үшін неше өзбек жібердің сен? Мен 400 бек. 400 бек? Мә Асхат. 400 бек болғанда сен кеше біреу ауырып қалды там қайтты дейбен ғой. Иә. Жалпы кемегендеріне үшін 2 ай болды да. Мә барып көріп қайтамыз мүмкін. Мен білді күлеме. Үстіндегі Асхат қалай? Мен үстіндегі плантықты аманбай. Тоқтаңдашы, басыма айналып там. Ема Челси сорпа сетін ба? Кеттік. Сорпа сетін. Фонтан зор да. Мә, мұнда отырасың да. Достар бергендер. Челси. Челси неше қумашы, қайда Челси? Қайратты мен аттым. Қайрат. Ойбай. Мама, Мына басты қаласың, мына басты. Түсен, ну жарым. Бұл екеуі мен досым еді. Ана менің жиенім. Жиен інім дейсің мұды? Сенің жиенің Думан емес па, Думан? Иә. Түсін, ну қумашы, адам басына. Думан? Қасқа. Думан чөлде отырғанда таптық жерлерінде. Жоқ, жарым есе шаптырма. Дамир деген. Дамир біздің класстас емес па? Азында жалпы. Досың, родной, дорогой. Бұны ше, ол етежден құлаған ол. Тауып асап. Басыңыз ше. Не істейміз? Тымсыз біреу звонады. Алло. Алло. Короче бар ғой. Әнеңді тірі көрінге де бар ғой. Ошым бар ғой. Маған 3 миллион доллар тастап кетті. Сен ақшаны тасталайтын болсаң бар ғой. Әнеңді сындырып, бүйрегін кәдімгі өткізіп, басын кесіп жұлып алам. Аға, көмектес. Короче осы әнеңді көріп келсе 3 миллион долларды қойса. Қайрат тұрсай. Қайрат дейм. Қайрат тұрсай. Азетқанан таппай қалдық қой. Мен бар ғой, мен жауызки түс көрдім. Мен бар ғой, түсінде. Тұрдың ба Қайрат? Мен сонда. Мен сонда не? Талып қалдың ба, не болды өзі? Сен Қайрат, сен артын бас сәтіп аттың ғой. Сен баспен қалалың ба? На, тастарым сіне. Қуанарында, не жыларын білмей тұрмын бар ғой. Бізге короче біреулерге 3 миллион доллар апару керек. О май гад, туалет, о май гад, фуй. О, туалет. Да, ну, туалет салынбай, пішіне тышып саласың ба, мәні тастар. Жеге мен айтпақшыдай, өзбектер маған машина беріп кетті, мәні өзбектер сүйіп алсам ғой, деп мазаратын сүйіп алсаң да, ойнап айтам мен. Оны түйемейсің, жалпақ мұны. Қайрат, енді бізде 3 миллион доллар апарып беріп атқанда, короче, дайындаламыз ғой, біз атып, там маңдайына тақаймыз де, тез Думанды қайтар, анау-мынау дейміз да, Думанды аламыз да, өшім телехранителдер бәрін қырамыз да, банағы қарақшынтта өліп тастаймыз, там жақсы ма? Жақсы. Давай. Үйімізде киімдеріміз әпіліміз. Наран тазылайға жеген. Ой, мынау, қойшына тұра берсінші мен. Адамдар астында жата берсін. Не болса да, родной, не болса да жәнетті болсын да, иманды болсын. Етаждан құлады, оны айтайын, түнді айтайын. Кендеші қарны ашып ет, азанымен. Менде толпа бар. Толпа сен ба? О, зор. Асхат, родной, не көрінген жоқ. Әнемді ойында отыр. Інің болғанда, енді інің не аласың оны? Жалпы жалғызған әнің де.
Тезірек барған адамдар. Сен анаңды Өтірік ақша жетсек тез. Өтірік жақсы. Нуп, анда бірдеңе бар дейін ғой, өтірік ақша жасайтын. Сен айон сонымен бай болмайсың ба? Мына қылышты аламын мен. Онда бір киім бірдеңе сатып алайық, жақсы ма? Менде ақша бар, киім аномналарды алайық та. Аналарға бар атака жасау, жоспарлар қояйық. Өтірік ақша жасата бер, Нуп. Анда бір неге барып қойды. Мен заттарды алайын мұнда дейін. Енді қызық болды деген ойдамын. Ендігі серия өте күшті бам безіне болады там достар. Ендігі бөлімде там Қайраттың Асхат деген роднойың інісін қарақшылар ұрлады. Енді сол қарақшылардан там ендігі бөлімде енді өзінің інісін құтқарады деген ойдамын. Қайрат, Нуп үшеуі. Енді осы бөлімге барынша лайктарыңды басыңдар. В общем, сол. Байте, достар. Коммент қалдырыңдар, коммент. Тура осы кезде Асхаттың жиені өліп кеткен болады.